Достар, видеоны бастамастан бұрын мен сіздерге Саят KZ деген арнаны ұсынамын. Бұл арнадан сіздер деген әртүрлі ойындарға обзорлар көре аласыздар. Егер де бұл канал сіздерді қызықтырса, ссылкасы описаниеде болады. Ендеше кеттік видеоға. Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Ернар. Бүгін біз деген алдыңғы видеода келген микрофонға тест жасап отырмын. Енді сіздер осы дауысты сол микрофоннан естіп отырсыздар. Дауысы қандай екенін комментарияға жазып кетіңіздер достар. Мен қазір бұл бірінші тест, бұл деген короче бұл дауысты сіздер микрофон және де сол микрофонның комплектісімен бірге келген ана переходник арқылы тығылған микрофоннан естіп отырсыздар. Енді дауыс қандай деп ойлайсыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Ал біз енді деген не істейміз? Біз деген енді микрофонды және де USB переходникті екеуін тығып көретін боламыз. Ендеше кеттік. Так, достар, мінекей сіздер деген бұл дауысты USB переходник және де мына микрофоннан естіп отырсыздар. Дауыс деген өте жаман, мен үшін жаман деп ойлап тұрмын, өйткені бұл дауыс маған ұнамайды, короче, сондықтан сол. Так, достар, мінекей мана сіздер деген өте керемет дегенде өте жаман дауысты естідіңіздер. Бұл дауысты сіздер USB переходник және де осы микрофоннан естідіңіздер. Бұл USB переходник жаман екеніне сенімділік тудырады. Егер де осы микрофон жақсы, бірақ переходник жаман болып тұрған сияқты по идее. Енді достар, бұл барлық жазбаны мен деген Audacity программасымен жасадым. Енді достар, егер де сіздер бұл дауыс деген басқаларына ерекше деп отырсаңыздар, сіздер өте дұрыс айттыңыздар. Өйткені бұл деген USB переходник плюс обработка. Мен дейтін дауысымды енді шумын алып, сөйтіп обработать ете отырмын. Бұл дауыс қалай шықты? Дауысым енді осындай қылайын ба, әлде без обработка қылайын ба? Комментарияға жазып кетіңіздер. Келесі видеода осы микрофонмен сөйлейтін боламын. Ендеше сендермен болған мен Ернар. Қош сау болыңыздар. Давайте.